Біздің Қазақстанда түрмеде отырған адамдарға 181 мың теңге айына жұмсалады екен. Сонда сол адамға күніне 6 мың теңге жұмсалынады. Енді екінші ақпарат ол егесі жоқ иттер. Егесі жоқ иттерді даладан ұстап алып, егесін тапқанша дейін қамайтын бір жері бар ғой, сол жерде қамап 15 күн ұстайды екен. Сол 15 күн ұстау үшін 96 мың теңге жұмсалынады екен. 96 мың санаған кезде бір күніне 6,5 мың теңге. Енді біздің балаларымыз алып жатқан, көп балалы отбасындағы балалар алып жатқан қазіргі көмек 13.800 теңге. Күніне бөлген кезде, айына ол күніне бөлген кезде 460 теңге. Сонда біздің балаларымыз, өсіріп жатқан балаларымыз иттің дәрежесіне, түрмеде отырған адам дәрежесіне жете алмайды. Себебі алатыны көмегіміз жаңағы айтқанда 460 теңге.